Мына жерде 246 мың теңге, бұл 246 мың теңге деген, бұл менің Дана деген партнерімнің август айында тапқан таза табысы. Мінекей 246 мың теңге, ал мынау Дана екеміздің, Дана партнердің каналы. Дана партнер екеміздің каналымыз. Міне август айында мы заработали 539 мың теңге. 539 мың теңге таптық. Міне Соединенные Штатыдан бізге 320 мың теңге түсті. Өздерің білесіздер, налоговый форма 320 мыңнан 10%-ын именно Соединенные Штатыдан келген 10%-ын алып қалады. В общем, 32 мың теңгесін алып қалды. И плюс 3% ол налог упрощенка. Соның барлығын алып тастағанда, соны барлығын алып, в общем, жаңағы соны екіге бөлгенде, бұл жерде партнерствода доход 50 на 50 бөлінеді ғой. Сол, мінекей достар, мынау 246 мың теңге деген Дана деген YouTube партнерінің табысы. И бұл әлі бастапқыда. Бізге 6 августта бізге бұл каналға монетизация қосқан. И міне за август мы успели заработать осынша ақша. Міне 646 мың теңге. А в целом мы заработали, ойлап қалмаңдар, біз аз табады деп мінекей сендер көрсіз за 90 дней. Міне за полтора, грубо айтқанда, за полтора месяца мы заработали миллион 83 мың теңге. А вот бүгін мысалы нешінші сентябрь? Айтыңдаршы маған. 24 сентябрь. За сентябрь, даже вот смотрите, достар, за сентябрь әлі біткен жоқ. Мы заработали 844 мың теңге даже сентябрьда. Келесі айда бұдан да көп табыс болады сондықтан. Ал енді Дана партнер, бұл енді шынымен таза еңбек. Сол августта істеген еңбегіміздің былай айтқанда қалай айтышады, еңбегіңіздің вознаграждениесін осы қазір 24 сентябрьда алып жатырмыз. Ты заслужил эти деньги, сенің таза табысың 246 мың теңге. Некей ала ғой. Шапалақтап қамайсыздар ба? Некей достар. Гүлбану деген партнер. Біз ондай әдемі жерде отырмыз, Алматыда, мегапарктың үстінде кофе бумда. В общем, некей достар. Иә, достар, напоминаем, мына каналға біз всего лишь навсего 10 видео ғана салдық. Осы 6 августтан емес, августтың басынан бастадық, 6 августта монетизация қосты. Иә. И біз 10 видео салдық. Примерно бір аптада 10 күнде, примерно айтқанда бір аптада біз бір видео салдық. Горизонтальный видео, видеоның ұзындықтары бізде 14-15 минуттық. В общем, біздің детский нишада RPM $2 примерно. И міне біздің табысымыз осынша. Бұл таза еңбек, таза табыс. Дана, енді айтып жүрсең, ырзасың ба? Бұл сенің YouTube-тан алған бірінші табысың ғой? Бірінші табысым. Иә, таза табыс, таза еңбек. Какое у тебя ощущение? Өзің ішкі? Керемет, бірінші негізі Алла, екінші Шыңғысқа рахмет айтам. Себебі енді жеп жатырмыз ғой жемісінше. Иә. Сол Шыңғыстың несімен, көмегімен осы доходқа жетіп жатырмыз. Шүкір. Партнерлар алға. Иә. Сеніңіздер. Иә, бізде достар еще Елдос партнер уже тоже жарты миллионнан көп табыс тапты, бірақ та ол табысты біз сентябрьда таптық, сондықтан октябрьдің 23-інде ол табыс алатын боламыз. Ал енді барлықтарыңа, менің барлық партнерларыма осындай табыстар жұғысты болсын. Бұл қазір барлық партнерларда результат болып жатыр, кәдімгідей жаңа просмотрлар болып жатыр. Енді Дана өзі ішкі сезімің қандай болып тұр? Міне сен қаншама еңбектендің, енді осының вознаграждениесін, жаңа жемісін енді көріп жатсың. Сондықтан YouTube-тан ең бірінші рет доход аласыңдар ғой. Мысалы, реально монетизацияда мынада компьютерден көрген одно, но когда я вживую қолға мен специально Каспий Голдқа перевод жасаған жоқпын, чтобы Дана қолына ұстап көрсін деп. Вот реальный ақшаны қолына ұстап көрсін, ұстап көр. Сол кезде ақшаның несі, құдіреті, реально несі сезіледі. Мінекей, достар. Міне Дана екі баланың анасы, мамочка болса да, міне осындай табысқа шығып отыр. Смогла она, сможете и вы, у вас все получится. И бұл табыс, былай айтқанда, сила сотрудничества. Жаңағы жалғыздың үні шықпас дейді ғой, сол секілді біз біріктік. И біріккеннің арқасында, Құдайға шүкір, міне осындай нәтижеге жетіп отырмыз. Сондықтан партнерство деген ол мықты нәрсе. Қазір партнерлардың бәрінде қазір нәтижелер болып жатыр.
сондықтан бұл партнерство дегенде шынымен керемет нәрсе бар ғой, потому что біз партнерлар бәріміз бір цельға қараймыз и идем к нему, и вместе біз жаңағы сол цельға, сол мақсатқа тез жетеміз. Сол. Ал барлықтарыңыз жұғысты болсын, сондықтан Жұғысты болсын. ду қол шапала. Жұғысты болсын. Деп па?